Ассалаумағалейкум. Сіздің атыңыз Абдипахан ба? Иә. Абдипахан, менің бір проблема болып тұр еді. Соны шешеді екен, сол сіз, Шеше ма, сен өзің таныстырсың енді. менің атым Бекет болады. Сол бір осы проблема айта берейін ба? Айт, не болды, не болды? Қысқаша айтқанда былай ғой енді. Менің есігім майысып қалды. Үйден жабылмайды есік. Соны сіз шеше алады екенсіз ғой. Есігің майысып қалды. Иә. Жаңадан қойған бе еді ол? Жоқ, есік қой. Есік есік па? Иә, кезінде анау 1969 жылғы есік қой. Ол майысып тұрған сынақтың уақытқа қалыпты уже. Иә. Не сен саған құрылыс істейтін жігіттермен таныстырайын онда? Сөйтесіз ба? Есік ауыстырып беретін. Иә. Болды да сен қазір үйіңе барды. Үйіңе бір жаңадан бір есік ал. Размерін бәрін өзің білесің ғой қайда. Иә. Ертең кешкісін, болмаса кешкісін кеш болып кетеді бір. Түстен кейін жігіттер жіберемін 2-3 жігіт. Солар бат жөндеп береді. Болды ғой. Болды ма? Бірақ бағасын сол жігіттерге кездесің. Аха. Түсіндің ғой? Аха. Мен де доям бар арасында. Все. Болды. Сау болыңыз.